Оқтауларыңыз дайын еді, мына келіннің жаулығына бір орамалды байлап, оқтау ұстайтын балаға бере қойсаңыздар. Төрт көзім жиналғанда түпті келесің, қайғыны қуанышпен жақта бересің. Бүгінгі тойды енді жасап жатқан ағайындар, тойларыңыз құтты болсын. Ай көздеріне қарап бір тұрмайды екен, назарды бер ортаға тұрмайды екен. Ортаға жаңа келе түскен кезде шапалақты не үшін ұрмайды екен ай. Елім десе жүрегім, ел жүрегім, елім тұрса жасқанам емденеген. Ассалаумағалейкум ақсақалдар, елмеген дауылға сендіреген. Бармысың жайсаң мінез ағаларым, отбасының тірегі сен тіреген. Ағама серік болған жеңгелерім, талай ұрпақ өмірге келді сенен. Ай ақжаулықты ағаларға сәлем бердім, Абылайдың ақ туындай желбіреген. Дастархан еш уақытта жиылмаған, бір тойларыңыз ағайын құтты болсын, бүгін дәм қалмасын жұғыйылмаған. Өйткені бұндай той бұрын соңды Қожа Ахметтен басқасына бұйырмаған айбеу. Алдымен әруақ аталар, алдымен әруақ аталар, оларды айтпай қай ақын жайы бір ақат жаталар. Ай қатаусыз жаны таза көңіл ақты, көтеріп тіктеп кеткен шаңырақты. Алдымен тоқталайық өткендерге, ұрпақпыз сыйлап өткен әруақты. Бабаны күн нұрына балағандар, үмітпен ал бүгінге қарағандар. Келінжан осынша ұрпақ қарап тұрса, өтіп кеткен әруақтардан тарағандар деп осы әулеттен, осы шаңырақтан, осы үйден үміт еткен ата баба рухына иіліп қиылып қана қос сәлем болсын айналайын келінжан. Аталарың бар қамбардай, Мұстафа атаң қамбардай, бұтағын жайған заңғардай. Бақуатты бұл кісілер бәйгеден озған тарландай. Армандаушы еді өзі де кезінде сұлу ақмаңдай. Айдай болып сен келдің аузына құдай салғанғай. Ай аталарыңда арман жоқ мына екі ауыз алғандай. Бүгін той жырым қалай сіркіремес, шаттықтан аспан қалай күркіремес. Арнайылап келінжан қос сәлем сал. Осы ретте Мұстафа атаңызға, қалдығыз әжеңізге сәлем бермеу мүмкін емес деп арнайы өз атаңыз әжеңіз Мұстафа атасымен қалдығыз әжесіне әуелі келін құтты болсын деп ағайынның қошеметімен арнайы бір сәлем шапалақ қайда екен. Ай ғана. Рахмет. Біздің атамыз бен әжемізге келін құтты болсын деп келген ағайын бір без музыка шапалақ ұрып қойыңыздар, құтты болсын деп. Тойға келді бүгінде жайлап бәрі, төрт түлігін ағайын сайлап тағы, арнайылап келінжан қос сәлем сал осылар ғой. Әулеттің ішіндегі қаймақтар деп барша осы әулетке еңбегі сіңген көшбастар, ауыл аймақтан Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген барша әулеттегі бір топ ағайындар, соның ішінде үлкендері бастаған топ. Жұмабек бастаған Тасбеке, Мұстафа қалдығыз, Дүрбейбі апасына, Меккенің төрін көрген Зайыр ағайымызға, Құралай анамызға, Бәкір ағай Зүбайра апайымызға, Айсылу әпшесіне, Күнсұлу әпшесіне, Зәкір жұбайымен дейді Ережеп Зайда, және бір топ қызылордалық туыс бауырлар, Нұрлан бастаған Нұрбану, Болат, Гулия, Ерғожа Роза, Жиентай жұбайымен, Тасқынтай жұбайымен Бақан Камиля, Мұратбек Дүйсенгүл Нарғожа Зәбира, Нұрғожа Әнипа Бақыт дейді, Айзада Әзімхан Тойған, Әсілхан Несібелі Мамырайхан Сажида, Айтқожа Маржан, Қожабек Ләззат Сапарғожа Алмагүл Сейітқожа Гүлнұр, Исахан Мөлдір, Ибрагим Ағнұр, Қасым Гүлзира Балмұхаммед Арай, Сейітхан Динара, Зинабуддин, Сайт Мұхаммед Бота, Дін Мұхаммед Жұбайым мен Қуанышбек Дина, Жүсіп Бану дейді, Сайдахмет Ханзада, Азамат Динара атты барша аты аталған, аталмай қап кеткен әулеттегі барша ағайындарға арнайылап келінжан қос сәлем болсын керек. Жаным сені көрген күні көңіліме күмбірлеген күй тұнды. Ғана. Күз қалды мұңлай, сен ойлаумен қыздым талай.
Рахмет. Құрбан қожа туған атаңыз, құрбан туған атаңыз қуаныштан тасыған, бүкіл тума туысты шақырыпты басынан, тойды жасап бүгінде әбден миы ашыған, атаңыздың көңілі қуаныштан толып жүр, қарлығаш енеңе қайтадан өз үйленгендей болып жүр, мейірімін көптің қандырған бір баласын екеу қып аташтан келін алдырған, ай ауылым риза болған атағына, немере сүйіп ертең жатады да, құрбан туған атаң ай қос сәлем сал, қосылған тағы да үлкен аталардың қатарына деп бүгінгі тойдың егесі, келіннің туған атасы құрбан әкемізге той құтты болсын деп арнай бір сәлем шапалақ қайда. Бәрекелді. Құрбан ағамызға келін құтты болсын деп бір шапалақ ұрып қояқ ағайындар. Рахмет. Қарлығаш туған енеңіз, қарлығаш туған енеңіз, не десе де енеңіз прямой отчет береміз. Ай, ана орнына ана қой, ырқына ендау көнеміз. Айналған осы әулетте дараңызғай, айналған осы әулетте данаңызғай, жас келін қошеметпен қос сәлем сал, осында қарлығаштай анаңызғай, сенің енең алтын, айдай жүз айы жарқын, ағайындар қошеметпен қол соғайы халқын, бала шаған сәнің, ұл қыздарың жаның, жаппар ием түп түгел, аман қылсын бәрін. Құрбан атаң алтын, айдай жүз айы жарқын, ағайындар қошеметпен қол соғайы халқым, бала шаған сәнің, ұл қыздарың жаның, жаппар ием түп түгел, аман қылсын бәрін деп қарлығаш туған енесіне арнайы бір сәлем. Рахмет. Қарлығаш келіндеріңізге де келін құтты болсын деп бір шапалақ ұрып қоймайсыздар ба? Рахмет. Келді бір топ нағашың, келді бір топ нағашың, айтайын қалқан дарасын, жиенінен қастерлеп алып жүрген бағасын, нағашыңа қызмет қып ақ батасын аласың. Бұл күнде әркімнің де бағасы бар, арқа бір сүйем жүрер ағасы бар. Келінжан осы әулетке келін болдың, бұл жерде жоқ үлкен түп нағашың бар деп барша түп нағашылар қауымына, генерал нағашыларға арнайы бір сәлем. Соның ішінде құрбан атаңыздың нағашы жұрты дейді. Жарқынбек бастаған Тіллә Өтеген, Әмида Ергеш Қаншайым, Томан жұбайымен Зейнеп, Камалбек, Әділбек жұбайымен Мейрам Жайна, Жолдығыз Нұрғали, Жұпар Бейсенбек, Ораз Зада, Құрбанбек Ақбала, Ғалымжан Мәжит жұбайымен Камалбек, Әділбек атты барша аты аталған, аталмай қап кеткен генерал нағашыларға, түп нағашы жұртымызға арнайы бір сәлем. Нағашылар қайда екен? Ай-хай нағашылар, нағашыны сыйласаң бағашылар. Мақта қырсы қопыңай, қонбайтын келіп, қона қалса бастырыр сондайтын дедік, қосылмайды дейді қойсын. Нағашың барды қандайды, нағашың барды қандайды, бөліп бір жеген нандайды. Нағашың барды қандайды, үзілген жерді жалғайды. Қайтуғаның болса да нағашыңдай болмайды. Нағашылар қабыл ал, жас келін сәлем жолдайды деп барша Қожа Ахметтің өз нағашы жұрты сүт нағашыларына арнайы бір сәлем дейді. Ретінде Қали бастаған Нұргүл, Бейбітжан Бота, Қалдарбек Күләнді, Ақмарал Айнұр, Мұрат Назира, Сүннет Жұлдызай, Роза Рома, Гүлжахан Тоқташ, Айгүл Сабыр, Гүлзада Фархат, Гүлзада ал Артықбай болу керек. Мұрат Назира, Ақмарал Айнұр, Нұрсұлтан Айдана, Сейтжан Алтынай, Әбдіхалық Айгүл, Қалдыбек Мира, Ғалымжан Гаухар, Айбек Гүлмира, Ержан Айгерім, Жеңіс Айзахан, Жасұлан Назым, Аймырза Тоғжан Ілияс Айша, Расул Нұр Мұхаммед, Данабибі Әсембай, Бекзат Аружан атты барша аты аталған, аталмай қап кеткен Қожа Ахметтің өз нағашы жұртына, сүт нағашыларына арнайлап келінжан қос сәлем болсын. Нағашылар қайда екен? Ғашық болмайтын деді, қуанамын жар етіп алмағаныма, сен де мені сарысаң да салмағаным.
Біздің осы нағашы жұртымыздың арасында ауданымыздың кереметтей өнер жұлдызы біздің алдыңғы буын ұстазымыз Фархат көкемізге арнайы бір сәлем сап қояйық. Базардан мың кісі бар, әркім өзін танығанда сәлем береді дейді. Сондықтан біздің Жаңақорғанның өнер жұлдызы Фархат ұстазымызға арнайы шапалақпен бір сәлем. Және Фархат көкеміздің бауыры Қожагенттік жұлдыз Тоқташ көкемізге де бір сәлем салдырайық. Боқтай деп айтпасаң. Бар ма? Нағашыларға шапалақ ұрып қойыңыздар. Рахмет. Құдалар келді, құдалар. Құдалар келді, құдалар. Аспанға айды шығарар. Кермаралдай керілген құдағай құда бұда бар. Бәрі де айбат жетеден кезі де келді сыналар. Немере сүйген барлығы атамен ару аналар деп осы әулеттің қызын алған, осы әулетке қызын берген, құйрық бауырын асаған, мың жылдығын жасаған, құдай қосқан құда жекжаттарға арнайы бір сәлем. Соның ішінде Мәрзия құдағай бастаған, мынау қалай, Нұржамал құдағай, Күнімай апа, Талғат Сәуле Бақыт құдағай, Талғат Жанар, Жақсылық Жанар, Аятбек Майра атты барша аты аталған, аталмай қап кеткен құдаларға, құдағиларға, құдашаларға, құдабалдарға, құдай қосқан құда жекжаттарға арнайы бір сәлем. Құдалар қайда екен? Ай-хай құдалар! Рахмет. Осында жүр тобы мен әпкелерің, осында жүр тобы мен әпкелерің, сеземін әпкелердің мәрткелерін. Әпкелер бар қыргүліндей жайлап жүрген, әр кезде бауырғанын ойлап жүрген, алысты жақын қылған қыз әулие. Төркінде бүгін тойды тойлап жүргенде барша осы әулеттің қыздары Залатой жезделерге арнайылап Келінжан қос сәлем болсын дейді. Ретінде Әшірап жездеңіз бастаған Алмагүл, Ерлан Айымкүл, Әбілғазы Қалипа, Нұрлан Айнаш және барша осы әулеттің қыз күйеу балдары дейді. Әбен, Бексұлу, Райла, Пәтта, Гүлбарам, Арыстан, Зәуреш, Гүлжан, Ілияс, Гүлдана, Әділ, Ұлбазар, Ермек, Ұлдаш, Нұржан, Меруерт, Қуат, Анар, Қуандық, Жанар, Зейнел, Рахымжан, Гүлбазар, Еркебұлан, Сәрсенгүл, Рахман, Нұргүл, Ақмарал, Медет, Нұржамал, Рүстем, Ербол, Гүлжамал, Бекзат, Алтын Шаш дейді. Ұлан, Жазира, Данияр, Гүлмира, Әшірәлі, Фариза, Ерлан, Бота, Әйгерім, Құдырет, Ұлжалғас, Айғаным, Жұбайымен дейді. Барша аты аталған, аталмай қап кеткен қыз апаларға, әпке жезделерге арнайлап Келінжан қос сәлем болсын. Әпкелерің қайда екен? Жезделерің бар ма екен? Ай-хай, әпке жезделер! Тек сені сүйем десем сенбедің. Жиені жақсы қандайды, жиені жақсы қандайды, бөліп бір жеген нандайды. Жиені жақсы қандайды, нағашым деп ойлайды. Бұл ақын сөздерін кеп түгендеді, шеттерінен кіріп тұр іреңдері. Арнайылап Келінжан қос сәлем сал, барлығы да осы әулеттің туған жиендері деп, жалпы осы әулеттің жиендеріне арнайылап Келінжан қос сәлем сап қоямыз. Ретінде Сейткамал бастаған жұбайымен дейді. Сайт Бұрхан, Жомарт Сара, Асқат, Нұрберген Аяулым, Айғаным Нұрхат, Рахат Күлназ, Мақсат Ерасыл, Айзере, Медина Ибрахим, Ақын жиен Сейткамал, Қалмахан Гүлнар, Оразкүл Нұрмұхаммед жұбайымен, Райхан Бота Нұрғали атты барша аты аталған, аталмай қап кеткен жиендерге 100 сәлем болсын қанеке. Жиендер қайда? Әпкелер бар күнмәңгі жарқыраған, бұл қыздардан қуат алар жарты қалам. Арнайылап Келінжан қос сәлем сал, осы әулетте Бақтыгүлді әпкеңіз алтын адам деп Бақтыгүл әпкесіне келін құтты
құтты болсын деп арнайы бір сәлем болсын дейді. Бақтыгүл әпке қайдасыз? Ай ғана. Біздің ауылда тұратын қыз деңейден Әр елдің болады екен жолдастары, әр елдің болады екен жол бастары. Арнайылап Келінжан қос сәлем сал, барлығы да ата енеңіздің Құдай қосқан жора жолдас достары деп барша құрбан атасының достарына дейді. Ретінде Айбек бастаған Гүлмира, Әлихан Индира, Әбілқайыр Сания, Асқар Индира, Дәурен Жазира, Дәурен Анар, Бақытжан Кенже, Асылжан Бақыт, Ғалым Жанна, Зұлқарнай Назира, Мұрат Жанар, Қайрат Марина, Кенжебай Жұлдызай, Талғат Сандуға шақты барша аты аталған, аталмай қап кеткен Құрбан Қожа атаңыздың достарына, тақиялар мен мафияларына бір сәлем болсын. Құрдастар қайда екен? Қоңсылар келді жан-жақтан, қоңсылар келді жан-жақтан, ыдыс-аяқ араласқан. Адам ата бірлігі қоңсыларменен жалғасқан. Қоңсы мына аталар тақта отырған патшадай, қоңсы мына енелер жаңа шыққан ақшадай. Бұл беташар білсеңіз ұлдың қамы бүгін тойда айтылсын жырдың бәрі. Арнайылап Келінжан қос сәлем сал, барлығы да біздің көшенің тұрғындары деп оң жақ сол жақ қоңсы көрші ағайындарға арнайы бір сәлем. Ретінде Гүлнар апайымыз бастаған Серікбай Бақтыгүл, Ләззат, Өмірбек, Асыл, Жомарт, Ғалия, Бану, Мұрат, Зағира, Ербол, Зағипа, Сәбит, Гүлжахан, Сержан, Гүлназ атты барша аты аталған, аталмай қап кеткен оң жақ, сол жақ көшіп келейін деп атқан, көшіп кетейін деп атқан, фундамент соғып отқан көршілерге бір сәлем. Қою қара шашың, қара түн, таусыларда жанны менің тадым, күлім деген көкте алтын күндейсің, мұзды жанып шыққан аппақ гүлдейсің. Ай, қою қара шашың, Рахмет. Және арнайы осы іс-сәлемнің кезегінде Қарлығаштың нағашы әпшесі Мифузаға арнайы бір сәлем. Және Қарлығаш енеңіздің бір топ кластастары Бақыт бастаған Жанат, Талғат, Нәбира атты барша құрдастарына, жора жолдастарына арнайы бір сәлем сап қоямыз. Бар ма екен? менің тадым, күлім деген көкте алтын күндейсің, мұзды жарып шыққан аппақ гүлдейсің. Ай, қарап қоямын, жүрегімнің түбіне қамап қоямын, кей кезімнің жүрегім. Рахмет. Осында жүр тобымен қайныларың, осында жүр тобымен қайныларың, сеземін қайнылардың көңіл ағын. Осылар ғой келесі той иелері, әр қайсы алдынан күткен бағын. Қайныларың осы елдің батырлары, кем емес қой ешкімнен бір ақылдары. Арнайылап Келінжан қос сәлем сал, барлығы да осы әулеттің жақындары деп Қожа Ахметтің туған іні қарындастарына, бір топ қайын іні қайын сіңілілерге арнайылап Келінжан қос сәлем сап қояйық. Ретінде Сайд Мұхаммед бастаған Әбутәліп Мерей, Мүтәліп, Әбдімәлік, Бағдәулет, Нұрдәулет, Асылжан, Мұхаммеджан, Әбу Жүсіп, Шақсейд Хамза, Мұхаммед Салих, және бір топ айдай сұлу қайын сіңілілер, Қожа Ахметтің қарындастары дейді. Ұлдана бастаған Асқар, Жәудір, Іңкәр, Кәусар, Мерей, Айдана, Хадиша атты барша аты аталған, аталмай қап кеткен қайын іні қайын сіңілілерге арнайылап Келінжан қос сәлем болсын кәнекей. 18 жасымда ұмыттың келіктен, ақ көйлек кір жаған, қыздар сыны тұрмаған, жүрегімнің жарқысы, қайда жүрсең болғанман, ақ көйлек кір жаған. Бір дос бар күн батып түн шыққанша, бір дос бар қалтаңыздан пұл шыққанша, бір дос бар тұмсығыңнан қан шыққанша, бір дос бар кеудеңізден жан шыққанша, ақынның арта берсін жыр дастаны, жастардың көбейсінші бір бастары. Арнайылап Келінжан қос сәлем сал, барлығы да Қожа Ахметтің жора жолдас достары деп Қожа Ахметтің жан достарына, шын достарына арнайы бір сәлем болсын. Ретінде Әлішер бастаған Алмаз, Ардақ, Бауыржан, Бекзат, Бейбарыс, Бегарыс, Дидар, Дәулет, Еркін, Ерасыл, Үдәя, Қанат, Мұхаммеджан, Мұсахан, Нұрсұлтан, Нұрасыл, Дәулеткерей, Арнай, Досболат, Еділхан, Мағжан, Бейбарыс, Бекзат, Ерасыл, Нұрдәулет, Дәулет атты барша аты аталған, аталмай қап кеткен Қожа Ахметтің достарына, бауырларына арнайы бір сәлем. Достары қайда екен?
жайын айттым, жайылған ақтастархан дәмін айттым. Тамағым тағы енді ауырса да беташарды келіп тұр тағы да айтқым. Енді қалып қойғандар өкпелемес, маған жазып бергеннің бәрін айттым. Бәрі сенің ырысың, бәрі сенің туысың. Осы менен ағайын бітті менің жұмысым, тұлғыл шапалақ. Рахмет. Ал ардақты ағайындар, қадірлі жақсылар мен жайсаңдар, батталыптар әулеті, біздің Мұстафа әкемізбен қалдығыз анамыздың отбасына, жанұясына түсіп атқан, алтын босаған, аттаған, аташтың келіні түсіп жатыр, сондықтан келіндеріңіз құтты болсын. Енді мүмкіндік болса үлкен апаларымыз ортаға шақырып, осы келіннің маңдайынан сүйіп, таңдайына түкіріп, орамалын ашып, ақ батасын беру үшін, осы әулеттің үлкен аналарын шақырғымыз келеді. Қарлығаш апа, қаяқташ жеңше, кімді шақырамыз? Өз қой туса да қосын жалайды дейді, бері қарай жақындап тұрсаңызшы. Барсыз ба? Қалдығыз анамызды ортаға қалдырайық, осы апамызға ұқсаса барлықтарыңыз риза болатын шығарсыздар деп тұрмыз. Сондықтан қалдығыз апаны ортаға мүмкіндік болса алдырса. Қай жақта? Қалдығыз апау, шапалақ ұрып қояқшы ағайындар. Рахмет. Тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады дейді. Біздің келініміздің өзі де осы бір текті әулеттің осы ағасын аттап жатқанына кәміл сенімді шығар. Сондықтан қалдығыз анамыздай болсын, келіндеріңіз бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Осы анамыздың жолын берсін, жасын берсін, Құдай қаласа көрген бейнетін емес, қартайғанда зейнетін берсін дегіміз келеді. Сондықтан қол соғып қояйық ағайындар. Ал, бисмилля деп орамалын ашайық. Қошеметімізді соғайық ағайын. Келін құтты болса. Бүгінгі той құтты болсын, ақ тілекпен нұрға толсын. Бүгінгі той құтты болсын, ақ тілекпен нұрға толсын. Босағаныз берік болсын, бақыт құсы келіп қонсын. Босағаныз берік болсын, бақыт құсы келіп қонсын. Той, той, той болсын. Қазағында Рахмет апатай. Енді мүмкіндік болса Қарлығаш әпкеміз шақырайық. Мына Оқтауда өзінің келіне қазақтың сый кәде дәстүрімен табыстап қойса деп тұрмыз. Оқтауда әкел, Оқтауда. Оқтауда әкел, Оқтауда. Орамал ұстаған балаға осы орамалмен бірге бере қойсаңыз, және Оқтауды өзіңіздің келініңізге ырымдап табыстап қойыңыз. Жиен бала ма? Жиен бала ма? Жиен балаға шапалақ ұрып қояйық. Ой, айналайын. Рахмет. Ал ардақты ағайындар, беташардың батасын сұрап қояйық. Баталы ел арымас, батасыз ел жарымас. Өсер елдің ұл қызы аталы, ұрпағы баталы келеді дейді. Сондықтан мүмкіндік болса Құрбан аға, батаны кімнен сұраймыз? Қай жағындасыз? Беташарға бір бата сұрап қояйық. Ақсақалдар бері қарай жақындай қойсаңыздар, бір елге қарап, келінге қарап, бір ауыз ақ баталарыңызды алсақ деп тұрмыз. Батаны кімнен сұраймыз? Өз жұртымыздан болса да бола береді. Ағаш жұртымыздан болса да бола береді. Үлкен атамыз шақырайық. Және арнайы ақ бата төріне Болат атамызды, еккенің төрін көрген Зайыр ағайымызды, және өтеген қариямызды ортаға шақырып, беташарға бір бата сұрағымыз келеді. Ағайындар бері қарай жақындасаңыздар, мүмкіндік болса бері қарай келе қойсаңыздар, ақ баталарыңызды алайық. Болат қариямызды, өтеген көкемізді және Зайыр ағайымыздан бір бата сұрайық дейді. Иләхи аумин. Аумин. Құрметті ағайын, бүгінгі болып жатқан қызығушылық Мұстафаның шаңырағында, Құрбанның шаңырағында болып жатқан. Баянды болсын, барлығымыз жұмысты болсын, құндай қаласа. Мына екі жастың жасқан, құрып жатқан жас отауы, кейін келешек, кейін қара шаңырақ айналсын. Төртіне қырды қонып, жатсақата бақ байлансын. Өздері ғұмырын ұрақтары жалғасын. Бақтары баян болсын. Қадамдары құтты болсын, Аллайым. Ассаламу алейкум. Үлкен тойға жиналған, алыс жақыннан келген ағайын, туған, туысқандар, құда жежеттарын, аға шешен, барлық
жақсы жандар, тойға жақсы адамдар жиналады, жамандар басқа жаққа жиналады. Аллахым барлығыңызға өмір беріп, барлығыңызға да осындай тойлар нәсіп қылсын. Құдай қаласа мына женіміз қосылғанымен қоса қарып, ұзақ өмір сүріп, дендеріне саулық, бастарында амандық болып, қай уақытта да көргендері жақсылық болсын. Өздерінен өсіп, өздерінен өніп, көбейе берсін. Құрметті ағайындар, Мұстафаға, құрбан інім, мына келіннің аяғынан, қойшының таяғынан дейді ғой. Бақытты келін болып келсін, өмір жастары ұзақ болсын, бір-бірін сыйласын, екі жағына да қадірлі келін болсын, балдар бақытты болсын. Соған бәріміз де тілектеспіз. Енді айтайын, өмір жастары ұзақ болсын. Аумин. Аллаху акбар. Біздің қарияларымызға бір қол соғып қойыңыздар. Келінжан, осы әулетке қош келдіңіз. Өмірің осы қыласың, осында мәңгі тұрасың, баланы да туасың, кірді де жуасың, келін болып кірдің бітті, наконец-то қарлығаш болып шығасың, Құдай қаласа. Келінімізді жаршыға дайындай берейік. Қол соғып қойыңыздар.